Бұл пирогты сіз де дайындап көруіңіз қажет. Восточный пирог, ореховый пирог, пирог шербет атымен танымал болған ең дәмді пирогтардың бірі. Бүгін соны дайындаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға қантты қосамыз, содан кейін жұмыртқаның сарысын қосамыз, содан кейін жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте алдын ала еліктен өткізілген ұнның үстіне ас содасын қосып аламыз, содан кейін осы массамыздың үстінен саламыз. Қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Жалпы бұл пирогқа кез келген пирогтың қамырын жасай берсеңіз болады. Мысалы, сметаниктің қамыры да осы пирогқа келеді. Міне осымен қамырымыз дайын, осындай сап-сары әдемі болып шығады. Бүгін мен осындай формада пісіретін боламын. Қамырымызды форманың бойымен толықтай жұқалап жайып шығамыз. Маған негізі осы пирогтардың астыңғы қамыры жұқа болған ұнайды. Форманың бойымен осылай қолымызбен басып толықтай жайып шығамыз. Осымен тез уақытта қамырымыз да дайын болды. Енді начинкамыз жасауға кірісеміз. Жуып кептірілген өрік мейізді турап саламыз осылай. Мейізді турамай салсаңыздар да болады, қалауыңыз бойынша. Бұл пирогтың начинкасын түрлендіріп те жасай берсеңіз болады. Қара өрікті пайдаланып, арахис қосып, грек жаңғағында жуып кептіріп, осылай пышақтың көмегімен турап аламыз. Бұл пирог көпшіліктің прям ұнатып жейтін пирогтарының бірі. Қонақ дастарханына ойланбастан жасасаңыз болады. Осылай енді үстінен бір банка сгущенкамызды құямыз. Сапалы сгущенка болғаны дұрыс, сондықтан міндетті түрде сгущенканың сапалысын алуға кеңес беремін. Егер сгущенкаңыз сапалы болса, бұл пирогтың дәмі ерекше болып шығады. Сапасыз сгущенка алатын болсаңыз, үстіңгі жағы сәл күйіңкіреп, сондай болып піседі. Пирогымызды қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шықты. Дайын болған пирогымызды суығаннан кейін барып формасынан шешеміз. Суымай тұрып шешсеңіз, сынып кетуі әбден мүмкін. Толық суып салқындағаннан кейін барып кесеміз. Пирогты осы рецептпен дайындап көріп, комментарий бөлімінде қалай шыққанын бөлісе отырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.